Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің ішімдіктің адам ағзасына зияны тақырыбында семинар тренингімізді бастаймыз. Семинар тренингтің қонағы біздің колледжіміздің мейірбикесі Акимова Алма апайымыз болады. Қазір біз сіздерге өзіміздің адам ағзасына зияны ішімдіктің адам ағзасына зияны тақырыбында видеороликті көрсеткім келіп отыр. Ішімдіктің ағзаға зияны көп. Ол қанға сіңгенде құрамындағы эритроциттер бағытынан жарылысып, қан түйіршіктері жарыла бастайды. 100 грамм ащы су мидың 10 клеткасын өлтіреді. Алкогольді ішімдік қан арқылы жүрек бұлшықеттерінің жұмысын бәсеңдетіп, құрамындағы қажетті элементтерді жойып жібереді. Сондай-ақ жүрек бұлшықеттерінің нәзіктігін жоғалтып, жіпке ұқсап жұқарып кетеді. Ондағы қан тамырлар кеңейіп, инфарктқа ұшыраудың ықтималдылығын тездетеді. Ащы судың кез келген мөлшері ең бірінші бауыр клеткаларын зақымдайды. Нәтижесінде бауырды май басып гепатоз ауруы пайда болады. Ал ол өз кезегінде циррозға ұласып қатерлі ісікке әкеліп соғуы мүмкін. Ішімдік ағзадағы қан тамырлардың кеңеюіне әсер етеді. Кеңейген тамырлардың сыртқы қабаты жұқарып, жабылуы мүмкін. Ондай жағдайда дененің ішкі бөлігі қанға толып, асқазанға бірден құйылып, өлімге алып келеді. Сонымен қатар, алкогольді сусын асқазанның шырышты қабатын бұзып, гастрит және асқазанның қатерлі ісігіне шалдықтырады. Адам ішімдікті ішкен уақытта қан құрамындағы түйіршіктер бір-біріне жабысып, ағзаның барлық бөлігін улайды. Соның салдарынан организмнің жұмыс қарқыны бәсеңдейді және тез қартаю қаупі туындайды. Міне, құрметті студенттер, сіздер көрдіңіздер қазір ішімдіктің адам ағзасына қаншалықты зияндығы екендігін, яғни медициналық жағынан дәлелденгендігі жайлы, қай біздің ішкі мүшелеріміздің қай жүрекке, бауырға, асқазанға, біздің қан тамырларымызға жеке-жеке тоқталып өтті. Соның ішінде біздің енді психологиялық, біздің жанымызға, біздің тәнімізге келтіретін зияны бір бөлек, біздің жан дүниемізге тигізетін әсері мүлдем бөлек. Арақ адамның есін жояды, ұятын қашырады, арамдыққа және қылмысқа итермейді. Ұлы ақын Лев Толстой айтып өткен. Яғни біздің ішімдік біздің тек қана бойымызда, өзінің тек қана денсаулығымызды ғана құртып қоймай, сонымен қатар біздің өмірімізді үлкен қылмыстарға итермелеуі мүмкін екен. Мысалға айтып кететін болсақ, үлкен қылмысқа апарат дегенімін, мысалға сіз ішімдікті тұтынған кезде адам өз-өзіне жауап беруден мүлдем қалады. Яғни өзінің онда психологиялық ауытқу туады деген сөз. Алкоголизмді психологиялық тұрғыдан келтіретін зияны өз іс-әрекетіне жауап бермейді, бейсаналы түрде алкоголизмге тәуелділік, жақындарына жан ашымайды және олардың зиян тигізу қаупі жоғары. Алкоголизм іс-әрекетінің ақыры қайғылы жағдайларға апару мүмкін, жақындарынан айырылып, өмірі жалғыздыққа айналуы мүмкін. Психологияда ауытқулар жоғарғы дәрежеде өзгеріске ұшырайды. Яғни бұл жерде не деп тұр бізге? Яғни біздің ішімдік ішкен кезде адам өзінің тек қана жақындарына ғана зиян тигізбейді, сонымен қатар өзінің жан дүниесінде болып жатқан іс-әрекеттерге өзі жауап бермейтіндігін нақты көрсетіп өткен. Бұның ақыры неге апарады? Бізді үлкен қылмыстарға, адам өлтіруі, біреулерді жарақаттауы, үйде болмаса үйдегі заттарды сатып, осы ішімдікке салынған кезде адамда уже
өз іс-әрекетіне жауап бермеушілік болғаннан кейін ол үйіндегі заттарды сата бастауы мүмкін. Заттары таусылса өз балдарын сатуға дейін барған жайттар кездесіп жатады. Өкінішке орай. Міне сондай іс-әрекеттердің алдын алу мақсатында бізде бұл ішімдіктен бас тартайық. Яғни бізде дүниежүзілік бойынша 29 қазан халықаралық ішімдіктен бас тарту күні болып есептелінеді. Сол күнде сол акциялар, челлендждер ұйымдастырады. Біздің колледжімізде де үлкен семинар тренингтермен өткізіп отырмыз. Сол сияқты әрбір іс-шара өзіндік берер сабағы мол. Сол сияқты енді құрметті студенттер, психологиялық тұрғыдан жақсылап айттым деп ойлаймын. Сіздерге сабақ болады деген ойын, салауатты өмір салтын ұстанайық, және де алдағы уақытта осы ішімдіктен күресуге атсалысайық дегім келеді. Ал енді қазір кезекті біздің колледжіміздің мейірбикесі Акимова Алма апайға сөз бергім келіп отыр. Ол өзінің медициналық жағынан адам ағзасына зиян туралы өз пікірін айтып өтсе. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз жаңағы Айбал апайың айтып өткендей, жаңа адам ағзасына ішімдіктің зияны, яғни ішімдік, жаңа алкоголь дейміз ғой, бұл ішімдік жаңа құрамы этанол немесе этил спиртінен тұрады, яғни ішімдіктер бізде арпа бидайдан, қара бидайдан, арпадан, жаңағы неше түрлі жеміс-жидектерден жасалынады, яғни ішімдіктің организмге зияны айтып өтсек, ішімдіктің адам организміне әсері. Яғни бірінші ішімдік ішкен кезде бізге әсер ететін мүшеміз, яғни бірінші бізде миға әсер ететін, ми есте сақтау қабілеті төмендейді, алкоголь жарыместік психикалық бұзылулар пайда болады екен, яғни ми жұмысы бұзылады. Және екінші, жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді, артериялық гипертензия болады, жүректің ишемиялық ауруы пайда болады, жүректің ырғағының бұзылуы пайда болады. Ал ас қорыту мүшелерінде бізде гастрит, асқазан және ұлтабардың ойық жарасы, панкреатит, обыр ауруларына әкеп соғуы мүмкін. Ал бауырымызға ішімдіктің әсері гепатоз, алкогольдік гепатит, бауыр циррозына әкеп соғады екен. Ал орталық жүйке жүйесіне әсер ететіні жүйке жасушаларының бұзылуы ми инсультына әкеліп соғады. Ал жаңағы бізде енді соңғы уақытта ішімдік ішу жаңағы ер адамдармен бірге әйел кісілерде, қыз балада ішімдік пайдаланатын қыз балдар бар. Яғни ішімдіктің әйел адамға ағзасына әсері бізде жаңағы аяғы ауыр әйелдерде балаға ақыл ойын дамуы, кемістік және басқа да аурулар пайда болады. Ал ер адамдарда белсіздік пайда болады. Енді менің және соңғы айтарым, осы салауатты өмір сақтанайық,